Петро Порошенко ve Александр Лукашенко Чернобыль фажиасы акыбетлерінің yok еткенлерінің хатырасыны анмақ үшін Чернобыльге келгенлер. Украина ve Ақ-Русия президентлері фелекетінің 31 елығында Чернобыль қараманлары мемориаль комплексінің хатыра диварына чечек кетіріп қойған. Бүгін олар станцияға да барып келген еді. Украина ve Ақ-Русия башлары тарафындан радиацион хавсызлықның темин етігі бойынша япылған ишлерге диккат етілмесі бекленілі. Хавсызлық әкі мемлекет ватандашларының менфатындаdır. Брифингте президентлерінің айтқаны кебі мемлекетлер арасында барышықның сақланылмасы үшін керек олған әршей япылajaqtır. Для нас надзвичайно важливо, я в цьому Bizim için bu hayat mühim bir şey ve eminim ki Ukrayna-Rusya sınırı er vakit dostluk ve muhabbetlik sınırı olacaktır. İşançlı işbirliğimizin sınırı. Kaydetem barışık sınırı olacaktır. Ve kimse ve işbir vakit Ukrayna ve Ak-Rusya arasındaki münasebetlerini bozamaz. Ak-Rusya prezidenti de bunu kesin tasdiklay.